Сәлем достар, бүгін құймақ жасауды ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліңіздер. Ең бірінші бір жұмыртқаға 1 қасық тұз, 3 қасық қант саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Жақсылап араластырып алып, 1 қасық разрыхитель қосамыз. Және де ванилин қосуға болады. Сүтті, 200 грамм сүтті микроволновкаға ысытып аламыз. Ыстық, міндетті түрде ыстық сүт болу керек. Ақырындап ұнды қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай сұйықтықта болып шығу керек. Сковородканы қыздырамыз, май жақпаймыз. Видеода дағындай көрсетілгендегі пісіріп шығамыз. Құймағымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де жаңадан рецепттер болады. Қоңыраудың басып қойыңыздар. Ең бірінші болып шыққан видеоны көресіздер. Рахмет сіздерге.